Бүгінгі сабақта қарапайым тригонометриялық теңдеулерді шешуге мысалдар келтіреміз. Мына жерде синус x үлкен косинус x теңсіздігі беріліп тұр. Біз әдетте бұл теңдеу болатын болса, косинус x-ті нөлге тең емес деп біз мүшелеп бөліп жіберер едік. Ал қазір теңсіздік болғандықтан біз оны мүшелеп бөлуімізге болмайды. Себебі косинус x-тің таңбалары оң да теріс те болуы мүмкін. Олай болса, біз косинус x-ті теңсіздіктің оң жағынан сол жағына қарай өткізіп алайық. Минус үлкен 0-ден. Осы теңсіздікті шешу үшін қосымша бұрыш енгізу әдісін қолданамыз. Бұл жерде a-ның мәні 1-ге тең болып тұр. a-ның мәні 1-ге, ал b-ның мәні 1-ге деп алайық. Минус 1-ге десек те болады. Себебі квадраттап қосқан кезде бәрібір ол 10 болып кетеді. Сонда 1-дің квадраты 1, 1-дің квадраты 1, квадраттап қоссақ түбірасында 2 болады. Ендеше біз теңсіздіктің оң жағында, сол жағында түбірасында 2 деген оң санға бөліп жібереміз. Сонда мынандай шығады. 1 бөлінген түбірасында 2 синус x минус 1 бөлінген түбірасында 2 косинус x үлкен 0-ден. Үлкен 0-ден деген теңсіздік шығады. Енді синус x бар. 2-ден түбірасында 1-ді косинус арқылы өрнектеп аламыз. Ал мына жақта косинусымыз бар. 2-ден түбірасында 1-ді синус арқылы өрнектеп аламыз. Олай болса бізде косинус пи бөлінген 4 синус x минус синус пи бөлінген 4 косинус x деп жазсақ болады екен. Себебі синустың да косинустың да пи бөлінген 4-тегі мәндері 2-ден түбірасында 1-ге тең болады. Енді осы теңдіктен синус x минус пи бөлінген 4 дегенді жазып алсақ болады. Үлкен 0-ден. Енді бұл кәдімгі қарапайым тригонометриялық теңсіздікке келді. Мінекей, синустың 0-ден үлкен болатын мәндері 0 менен пидің арасында жатады. Себебі қатаң теңсіздік болғандықтан мына шеткі нүктелер жиынға кірмейді. Ал x біріншіміз біздің 0, ендеше пи n деп алсақ болады. Ал x екіншіміз пи плюс пи n болады. Мынаны x1 деп қойық. Мынаны x2 деп қойайық. Сонда біздің x минус пи бөлінген 4-іміз пи n мен қатаң теңсіздік x минус пи бөлінген 4 пи плюс пи n-ге дейінгі аралықта өзгереді екен. Бұл жерде бізде период 2 пи ол синуста 2 пи n. Бұдан n значение. Мінекей, енді минус пи бөлінген 4 болғандықтан теңсіздіктің екі жағында пи бөлінген 4-ке қосып жібереміз. Сонда бізде болады пи бөлінген 4 2 пи n пи плюс пи бөлінген 4, онда ол 5 пи бөлінген 4 болады, ортақ бөлімге келтірсек, плюс 2 пи n. Мұндағы n значениеден алынған. Яғни берілген теңсіздікті шешу үшін қосымша бұрыш енгіздік. Енді мына алдыларыңызда жазылып тұрған тригонометриялық теңсіздікті шешейік. Ол үшін өздерің көріп отырғандай синус x көбейтілген косинус x көбейтіндісін көріп тұрмыз. Егер де оған 2 еселенген дегенді қосымша көбейтетін болсақ, онда синустың қос аргументінің формуласын береді. Оны мен бүйтіп жазып алайын. 2 көбейтілген 2 синус x көбейтілген косинус x үлкен немесе тең түбірасында 2-ден. Сонда мына жазу бізге синус 2x-тің формуласын береді. Аргументтің өзінде 2x тұрғандықтан оны тағы да 2 еселейміз. Сонда 2 синус 4x болады. Үлкен не тең түбірасында 2-ден. Енді көбейту 2-ні теңдіктің сол жағынан оң жағына қарай бөлу 2-мен шығарып жібереміз. Синус 4x үлкен не тең 2-ден түбірасында 2. Бұл теңсіздікті шешу үшін бағанағы өзіміздің шеңберімізге келеміз. 2-ден түбірасында 2 деген мына нүкте десек, үлкен не тең ол жоғарғы жақ бөлігінде жатады. X бірінші нүкте синус 2-ден түбірасында 2, значит пи бөлінген 4 болады. Ал x екінші нүктеміз біздің пи минус x екіншін жазып алайық. Пи минус пи бөлінген 4 болады. Ортақ бөлімі 4 болса, 4 пиден 1 пиді алсақ, 3 пи бөлінген 4 болады екен. Яғни x екінші нүкте 3 пи бөлінген 4 болады. Ал 4x-іміз x1-ден x2-ге қарай жылжиды. Сонда біз бүйтіп жазсақ болады.
пи бөлінген 4 плюс 2 пи n-нан тең таңбасы бар 4x бізде аргументте тұр. Кіші немесе тең, жаңағы 3 пи бөлінген 4, екінші жағы 3 пи бөлінген 4 плюс 2 пи n болады. Бұндағы n зачиннан алынған. Енді көбейту x болып тұр теңсіздіктердің арасында. Олай болса, теңсіздіктің сол жағындағы, оң жағындағы өрнектерді 4-ке бөліп жібереміз. 4-ке бөліп жіберсек, оның бәрі бөлшектің бөліміне түседі. Сонда пи бөлінген 16 плюс пи n бөлінген 2 болады. Себебі 4-ке бөлсек 2-мен қысқарып кетеді. X 3пи бөлінген 16 плюс пи n бөлінген 2 болады. Пи n бөлінген 2 n зачиннан. Егер аралықпен жазатын болсақ, бұл теңсіздіктің шешімдер аралығы мынандай болады екен. Пи бөлінген 6 плюс пи n бөлінген 2-ден 3пи бөлінген 16, мына жерде де 16 плюс пи n бөлінген 2 болады. Бұндағы n-міз зачиннан алынған. Тақтадағы мысалға назар аударайық. Модуль ішіндегі косинус x, модуль ішіндегі синус x-тан артық болып тұр. Біздер теңсіздіктің екі жағында да модулі бар өрнектер болған кезде, теңсіздіктің екі жағында квадраттап жіберу әдісін білеміз. Олай болса, біз мынаны бүйтіп жазсақ болады. Косинус x-тің квадраты, синус x-тің квадраты деп екі жағында квадраттап жібереміз. Ал косинус x-тің квадраты деген косинус квадрат x деген сөз. Косинус квадрат x, ал теңсіздіктің оң жағында тұрған өрнекті сол жағына қарай минуспен өткізсек, синус квадрат x болып өтеді, үлкен 0-ден. Косинус квадрат x минус синус квадрат x бұл бізге косинустың қос аргументінің формуласын береді, яғни косинус 2x үлкен 0-ден. Косинус 2x-тің 0-ден үлкен мәндері минус пи бөлінген 2 мен плюс пи бөлінген 2-нің аралығында жататынын білеміз. Міне. Енді сағат тіліне қарама-қарсы бағытта жүру үшін біз минус пи бөлінген 2-ден плюс пи бөлінген 2-ге қарай жылжимыз. Сонда бізде x бірінші нүктеміз пи бөлінген 2 болып тұрды, ал x екінші нүктеміз минус пи бөлінген 2 болып тұр. Бұны біз бірден анықтап алдық. Сонда аргументіміз 2x. 2x қандай аралықта жатыр? Минус пи бөлінген 2 плюс 2 пи n мен пи бөлінген 2 плюс 2 пи n аралығында жатыр. Мұндағы n-міз зачиннан алынған дейміз. Енді көбейту 2, оны x-тің өзін табу үшін теңсіздіктің екі жағында 2-ге бөліп жібереміз. Оң санға бөлгендіктен теңсіздіктің таңбасы өзгермейді. Сонда 2 бөлшектің бөліміне көбейтіледі. Сонда пи бөлінген 4 плюс бөліміне 2-ні жазсақ, 2 мен 2 қысқарып кетеді да, пи n деп жазамыз. Сонда пи n болады екен. Бұл жерде де пи бөлінген 4 плюс бөліміне 2-ні жазсақ қысқарып кетеді, пи n болады. n зачиннан. Яғни берілген теңсіздіктің шешімдер жиыны осы аралықтар болады. Берілген теңсіздікті шешейік. Ол үшін косинус квадрат x-ті дәрежені төмендету формуласыменен косинус x-қа келтіріп аламыз. Сонда 3 минус 4 көбейту бөлімінде 2, 1 плюс косинус 2x болады. Кіші нөлден теңсіздігі. Енді 4 пен 2-ні қысқартып жіберейік. Сонда 3 минус 4-дің орнында 2 қалады. Жақшаның ішіне 1 плюс косинус 2x-ті жазайық. Кіші нөлден. Көбейтудің үлестірім заңымен жақшаны ашып жібереміз. Ал 3 минус 2 косинус 2x болады. Бұдан ұқсас мүшені біріктірсек, 1 минус 2 косинус 2x болады. Бұдан минус косинус 2x-ті теңдіктің сол жағынан оң жағына қарай өткізсек, 2 косинус 2x үлкен 1 болады. Көбейту 2-ні теңсіздіктің екінші жағына бөлу 2-мен өткіземіз. Сонда косинус 2x үлкен 2-ден 1 болады. Енді осы теңсіздікті шешіп алайық. Косинустың 2-ден 1-ден үлкен мәндері. 2-ден 1 дегеніміз мынау. Үлкен мәндері оң жақта жатады. Қатаң теңсіздік аралыққа кірмейді.
Сонда 2-де 1 болатын мәні x бірінші пи бөлінген 3. Біз бұның бір-біріне қарама-қарсы екенін білеміз. Онда x екінші мәніміз минус пи бөлінген 3 болады косинустың. Енді 2x қай аралықта жатыр? Сағат тіліне қарсы бағытта жылжитын болсақ, минус пи бөлінген 3 пен плюс пи бөлінген 3-тің арасында жатады. Сонда минус пи бөлінген 3 плюс 2 пи n 2x пи бөлінген 3 плюс 2 пи n болады n зетчиннан. Енді жаңағыдай көбейту 2-ні бәріне мүшелеп бөліп жібереміз. Сонда минус пи бөлінген 6 плюс пи n болады. Плюс пи бөлінген 6 плюс пи n болады. n-іміз зетчиннан алынған.